Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерменен ұмытылып бара жатқан тағамдардың бірі быламық дайындайтын боламыз. Қазақ халқы бұл тағамды жаңадан босанған жас аналарға енелері дайындап беретін болған. Бұл тағам жаңа босанған әйелдің ағзадағы артық заттың арылуына және де тез қалпына келуіне септігін тигізеді. Быламықты басқаша атала деп те атайды. Быламықты жеген ананың сүтіне тойған сәби тоқ болады және де іші ауырмайтын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бір кәдеңізге жарап қалар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Быламығымызды дайындау үшін ең алдымен құйрық майды ерітіп, осылай тоңы май жасап алдым. Жарты шай қасық тоңы майды салып, және де 3 ас қасық ұнымызды қуыратын боламыз. Егер сізде құйрық май болмаса, кәдімгі сары маймен пайдалана берсеңіз болады. Ұнымызды осылай сарғыш, қоңырқай түс болғанға дейін қуыратын боламыз. Ұнымызды қуырып болғаннан кейін осылай бөлек ыдысқа салып қоятын боламыз, және де осындай ыдысымызға шамамен 700-800 мг сүтімізді, салқын сүтімізді құйып, жаңағы қуырған ұнымызды осылай ситадан өткізе отырып, ақырындап саламыз. Қуырылған ұнымызды салып болғаннан кейін шанышқының немесе венчиктің көмегімен осылай араластыра отырып түйіршіктерін жазатын боламыз, және де астын баяу отқа қойып қойыңыз, өйткені асты жабысып немесе күйіп кетуі мүмкін. Бізде осындай сұйықтықта консистенция шығу керек. Осылай үзбей араластыра отырып қайнағанға дейін алып барамыз, және де жарты шай қасықтан аздау тұзымызды салып, 1 ас қасық шекер салатын боламыз. Қалауыңыз бойынша быламыққа тары қоссаңыз да болады. Қайнаған сәттен бастап быламықты 20-30 минут қайнатқан дұрыс, және де неғұрлым көп қайнаған сайын быламық қоюлана түседі. Егер сізге сұйықтау ұнайтын болса, 15-20 минут қайнатып, бетін жауып, тарымыз ісініп піскенге дейін бұқтырып қоюына болады. Быламығымыз дайын болғаннан кейін шамамен 3 ас қасық сары майды отқа немесе қысқа толқынды пеште шыжғырып жіберіп, осылай быламықтың бетіне салып жесеңіз болады. Өте дәмді болады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бұл тағамды жаңа туған әйелге ғана емес, бұрынғы кезде әжелеріміз немерелеріне тоқ жүрсін деген ойда жасап беретін болған. Бұл видео барлығыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.